Аллах тағала әйел адамды қалай жаратқан мен білмеймін. Таң қалам кейде. Егер сіздер Аллах тағаланың ең керемет жаратылысын сұрасаңыз, мен ойланбастан әйел адам деп айтар едім. Шын, оның үйдегі жауапкершілігі, тамақ дайындауы, күйеуінің разылығы, балалардың тәрбиесі, олардың сабағы, қонақ күтуі, оның мойнында тау жүк бар. Ал біз ше? Біз әбден ерке болып кеткенбіз ғой. Әйелімізді көрмей қалсақ, бұртиып қаламыз. Бізге ол ұнамайды. Ол әйел заты әр сөз үшін жауап береді. Тыңдамаса да, ажырап қалсақ та, сосын біз келемізде бүкіл қатын қырсық, шашызын, ақылы қысқа, өз білген істейді. Ұлы аяттар мен хадистерді келтіреміз кеп, әйтеуір не керек? Бөгетті су жарғандай нөсерлеп, төгеміз сөзбенен. Ал ол болса, шыдайды, сабыр етеді. Бұл жігіттер біздің уағыз айтып отырған сауапты істенді артық құлшылық, білесіздер ме? Бір нәрсе айтып қалса, сенің ақылың кем, сенің дініңде кем, сен масыл болдың, мен сенің қожайыныңмын, сен мұндайсың, анандайсың. Осыдан кейін сен әйеліңді Рамазан айында ораза тұтып, жай намаздың үстінде намаз оқыған көресің. Құран оқып жатқан көресің. Қандай жүрек деймін да осының бәріне шыдап беретін. Не деген жүйке. Осының бәріне шыдаған әйелге жәннаттағы туба ағашы беріледі. Туба ағашы. Ойлаңыздаршы. Ей әйелдер қауымы. Сіздер біздің тірегіміз, мемлекетіміз, отанымыз, үйіміз. Сіздер арқылы біз нығая түсеміз. Осыны ұмытпаңыздар.